Келесі мақал немесе бұдан алдын соңғы оқыған мақалымыз тілі өлген ел, тірі өлген ел деген болды. Растан енді тіл ғой. Бір елді басқа елден, бір ұлтты басқа ұлттан мысалы ажыратып тұратын нәрсе не? Яғни тіл ғой. Айдалада атқан оқ ажалдыға тиеді дейді. Яғни бұл да жаңа тағдырға иман келтіру. Адамға тағдырына жазылған нәрсе болатындығы тек. Айдалада атқан оқ ажалдыға тиеді. Киіміне қарап қарсы алады, біліміне қарап шығарып салады дейді. Жалпы адамды құрметтеу. Екпей егін шықпас, үйренбей білім жұқпас. Мың малын болғанша бір балан ғалым болсын. Жақсы айтылған. Мың малын болғанша бір балан ғалым болсын. Білімді өлсе қағазда аты қалар, ұста өлсе істеген заты қалар. Білім бесіктен тесікке дейін. Білім бесіктен тесікке дейін, субханалла, тоже жақсы айтылған. Бұл жаңа имам Ахмедтің сөзіне ұқсайды. Оған бір айтқан кезде жаңа көреді қолына кітап ұстап бара жатқанын, үсті сия киімі қашанға дейін деп. Сонда имам Ахмед яғни қабырға дейін деп жауап береді. Бұл жерде енді тесіктен мақсат ол қабір ғой. Басқа не болсын. Білім бесіктен тесікке дейін, субханалла, вообще күшті айтылған. Бесіктен тесікке дейін, яғни адам туылғаннан бастап өлгенге дейін білім ала беретіндігі. Шын айтсам, бұл сөз имам Ахмедтің сөзіне қарағанда әдемі. Білім бесіктен тесікке дейін. Енді бұл мақал мәселелерді біз мысалы ең бірінші кім айтқанын әрине білмейміз ғой, сондықтан жалпы қазақ айтады деп айта береміз да. Білмесек әйтеуір қазақ айтады десек болды. Қазақ айтады. Білім бесіктен тесікке дейін. Енді бұл қазақтың білімі ғой, кім айтса да, жалпы қазақ тілде ғой енді бұл сөз. Аузы майланғанның тілі байланар дейді, субханалла, тоже күшті. Аузы майланғанның тілі байланар. Яғни бұл жаңағы мәселеге қатысты. Жаңағы мысалы хақты баяндамайтын бір адамдар, немесе сол билікке бір жұмыс істейтін адамдар мысалы. Яғни өмірі тыныш болса, жақсы болса, бір ақша алып тұрған болса үкіметтен, сөйтіп қарны тойып, аузы майланған болса, тамаққа тойып, уайымы болмай, бұл адамның тілі де байланатындығы. Аузы майланғанның тілі байланады, субханалла, күшті айтылған. Точно айтылған, дөп айтылған сөз. Бұны арабта мысалы жаңағыдай айтады. Яғни осы мағынадағы бір сөз мен білетін. Жаңа патшалар жөнінде айтады, мысалы патшаларға бағынып, патшалардан немесе көмек алып, үкіметтен ақша алатын адамдар жөнінде жалпы мысалы ғалымдар дейік. Мән әкәлә мин тәмрихим мәшәби әмрихим дейді. Кім олардың тамақтарын жейтін болса, аз дегенде жаңағы сол финектерінен жейтін болса, жалпы енді көмек алса деген мағынада үкіметтен. Мән әкәлә мин тәмрихим мәшәби әмрихим. Солардың айтқанымен жүретіндігі бұл адам. Немесе мән әкәлә тәмрахум мәшәби әмрихим. Яғни кім-кімден мысалы көмек алатын болса, енді сол адамға қарсы шығу қиын болатындығы. Аузы енді майланып қалғаннан кейін тамаққа тойып, кішкене енді ұят болады да, одан кейін қарсы шығу. Жаңағы сол тамақты берген адамға. Аузы майланғанның тілі байланар. Күшті. Дөп. Жазмыштан озмыш жоқ. Бұл жаңағы мағынада, яғни тағдырға қатысты. Жазмыштан озмыш жоқ. Яғни жазылған нәрседен адам озып кетпейтіндігі, не болса да жазылған нәрсе болатындығы. Тағдыр деген сондай бір нәрсе ғой. Мысалы болашақта не болатынын білмейміз. Мысалы біз ертең не болатынын білмейміз, бірақ та ертең болсын, өтіп кетсін, сол кезде енді біз білген боламыз тағдырымызға не жазылғанын. Мысалы кеше біз білмедік бүгін не болатынын. Бірақ енді бүгінгі күні өтіп жатыр, көрдік бүгін не болғанын. Яғни адам енді болашағын біле алмайды, бірақ та мысалы адамға 40 жасқа келген болса, жалпы оның өмірінде не болды, енді осының бәрі тағдыр екеніне иман келтіреді. Мысалы ол 20 жасында бір нәрсені өзгерткісі келіп қатты терлеген болса да, ол нәрсе өзгермеген болар еді. 40 жасында оның өмірі қандай, ол сондай болып қала берер еді. Мысалы адам бір нәрсеге жетейін деп себебін қылуы мүмкін, немесе себебін қылмауы да мүмкін. Одан кейін ол бірнеше жыл өтеді, ақыры сол нәрсеге жетпейді. Енді тағдырына сол жазылғанын енді көреді, түсінеді, тағдырына жазылған нәрсе сол екенін. Сондықтан да ол кезінде мысалы қаншама уақытын жіберіп, соған тырысқан болса да, ол оған жетпеген болар еді.
Сұлу қыз таранғанша епті қыз байға шығады. Күшті. Сұлу қыз таранғанша епті қыз байға шығады. Яғни епті деген шустрый дегені. Бұл жаңағы мәселеге қатысты. Енді адам кей кезде енді шустрый болу керектігі, бір сәтті бір пайдаланып қалу керектігі. Сұлу қыз таранып, асықпай, айнаның алдында тұрғанда өзінің мүмкін сұлулығына сеніп, не болса да мен жақсы бір күйеу табамын деп, мен сұлумын ғой деп, сол уақытта епті қыз байға шығып алатындығы, бір себептерін қылып кішкене бір шустрить етіп. Керуен кері бұрылса, ақсақ түйе алға түседі. Күшті айтылған тоже. Осындай жалпы ұнатам бір андай бір мысал келтіріп бір түсіндіреді ғой бір нәрсені. Керуен кері бұрылса, ақсақ түйе алға түседі. Яғни мысалы керуен кетіп бара жатады, сөйтіп резко артқа бұрылатын болса, енді керуеннің ең соңында ақсақ түйе жүреді ғой. Ақсақ болғаннан кейін енді керуенді ол оза алмайды да, ең артында жүреді. Ал егер де керуен тоқтап қалып қайтадан артқа қайтамыз десе, ең бірінші тұрған түйе кім болады? Қай түйе болады? Жаңағы сол ақсақ түйе болады. Бұл енді жаңағыға қатысты. Мысалы кей кезде бір уақыт өзгеріп, біздің уақыт сияқты кейбір нәрсе вообще бір орнымен ауысып, жақсы адамдар жаман болып көрініп, жаман адамдар жақсы болып көрініп жатқан уақыт қой. Міне бір заман өзгергенде, адам өзгергенде, жаңа керуен өзгергендей, кетіп бара жатып қайтадан артқа бұрылған сияқты ақсақ түйе алға шығып қалатындығы. Сондай бір енді заман өзгерген уақытта жаман адамдар бір жақсы адам болып көрініп қалатындығы, жаңағы түйе сияқты ақсақ түйе керуеннің алдында тұр. Не істеп тұр ол? Лайық еді ме сол жерде тұруға? Жоқ, просто керуен енді бұрылып кетті, керісінше кетті. Сол сияқты біздің уақытта, яғни бір керісінше кетіп жатқан уақыт. Осындай бір уақытта жаман адам жақсы болып көрінетіндігі, адамдар жаман адамдардан үлгі алатын болады, адамдар бір жаман адамдарды өзіне үлгі тұтады, соларды құрметтейді. Бұл енді уақыт өзгергендігі, заман өзгергендігі. Одан кейін бір-екі нәрсе айта қояйын. Бұл енді мақал емес, бірақ та тоже енді қазақтың жалпы даналығы ғой. Айтқандай, қазақ тілде болған білімнің бәрі бұл қазақтың білімі да. Сондықтан қазақ айтады деп айта береміз. Мысалы бізде күшті айтады екен жаңағы мәселені. Субханалла, бізде мысалы дінде сұрақ қою, араб тілде енді бұны бірнешеге бөледі да, сұрақтың түрі бар. Адам сұрақ қойған кезде ол сұрақпен нені мақсат қылады, соған қарай енді бұл сұрақтардың мысалы аты болады. Мысалы имтихан қылу, біреуді білімін сынап көру, немесе истиалам болады, адам растан білгісі келіп сұрайды. Сол жөнінде немесе жаңағы бір тааннут мақсатымен қояды, адамның бір ашуына тиін деп. Қазақ тілде бұл сұрақтың түрлерін былай айтады екен, бір имамнан естігенмін видео. Шын сұрақ, сын сұрақ, жын сұрақ. Күшті, яғни ұйқасы да келеді бәрінің. Шын сұрақ, яғни адам растан білгісі келеді, білгісі келіп сұрайды. Бұны біз шын сұрақ дейміз. Одан кейін сын сұрақ. Адам білгісі келмейді, просто бір сынайын деп сұрайды адамды, немесе білуі мүмкін, адамды бір масқара қылайын деп сұрайды. Бұны біз сын сұрақ дейміз, адамды бір сынау ниетімен қойып жатыр. Одан кейін жын сұрақ, енді бұл бір жынды адамның сұрағы дейді. Ешбір пайдасы бір болмаған бір сұрақ. Шын сұрақ, сын сұрақ, жын сұрақ. Сол сияқты жаңа алдыңғы запистерімде айттым. Мысалы жауды қазақ екіге бөледі екен. Дос жау және қас жау деп. Бұл да жақсы бір білім емес пе? Яғни файда ғой бұл да. Күшті айтылған. Дос жау, қас жау. Қас жау деген бұл енді растан жау. Яғни жақсылық қаламайтын адам. Ал дос жаудан мақсат жалпы бұл енді біреумен жауласса да, бірақ та оған жақсылық қалайды. Сол себепті жауласып жатыр. Яғни оның бір айыбын айтады, жауласады, бірақ та оған жақсылық қалайды, өзгергенін қалайды. Айтқандай, біреулер мысалы Абай Құнанбаевты қазақтың дос жауы деп атайды екен. Мақалдарды бітірдік. Енді кейбір бір сөздерді айта қояйын. Айтқанымдай, жалпы бұл да білім. Яғни бізде мысалы қазақта дана болған бір тұлғалардың сөздері, егер де ол жақсы сөз болса, бұл да жалпы білім. Мысалы мына Абылай ханның сөзі кеше айттым, соны оқып берейін толықтай. Бұл енді әдемі айтылған сөз. Ұлан ғайыр атырап, ертіс пен еділдің, арқа мен алатаудың арасы, қазақтың алтын бесік ата жұрты. Әгер әки, яғни егер деген мағынада, әгер әки кімде кім осынау қасиетті жерімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзін тұншықтырарымызды біліп қойғаны абзал. Субханалла. Өз қанына өзін тұншықтырарымызды біліп қойғаны абзал. Яғни кім біздің жерге шабатын болса, біз ол адамды өзінің қанына тұншықтырамыз деп жатыр. Айтқанымдай, Абылай хан мысалы кім болған? Террорист болған ба, радикал болған ба? Неге мысалы біздің уақытта
мұсылман жеріне біреулер шабуыл жасаса, сөйтіп ол жерде мұсылмандар қорғанатын болса, сөйтіп әлем бойынша ол жерге мұсылмандар баратын болса көмекке, әлем жаңағы адамдардың бәрін террорист дейді, радикал дейді. Енді не істеу керек адам сонда? Мысалы, алла сақтасын, Қазақстанға жау шабатын болса, немесе Россия, немесе Китай, адам сонда не істеу керек? Қорғанбау керек па? Төсекте басымыз қосылмаса да төскейде малымыз қосылған, қай көршімізге де айтарымыз осы: дос болғанға құшақ ашық туыспыз, қас қылғанға қиып түсер қылышпыз. Күшті, жалпы қазақ тілі әдемі. Дос болғанға құшақ ашық туыспыз, қас қылғанға қиып түсер қылышпыз. Яғни қас болғанға, жау болғанға дегені. Және мынандай сөзі бар екен: білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенген заманда қапы қалып жүрмедік. Жалпы білімнің маңыздылығы. Мысалы, Ахмет Байтұрсыновтың жаңағыдай сөзі бар: білімсіз ел білімді елге құл болады деген мағынада. Жалпы білім өте маңызды екендігі. Алихан Бөкейханның мынандай сөзі бар екен: алыспаған, жұлыспаған бостандық атына мінбейді, бұғаудан босамайды, ер құлдықтан, әйел күндіктен шықпайды, малына да басына да ие болмайды. Яғни бұл сопротивлениенің маңыздылығы. Бұл сөз соған қатысты. Жалпы алаш адамдары және әскер жинаған бұл қазақтардан. Жалпы күш өте маңызды екендігі. Әрбір қауым, яғни мысалы біз мұсылман умматы міндетті түрде күшке жетуіміз керек, олсыз болмайды. Имансыздарға бір сопротивление қылуымыз үшін күшке жетуіміз керек. Күшке жетуіміз үшін енді дайындалуымыз керек, иадат қылуымыз керек айтқанымыздай. Алыспаған, жұлыспаған бостандық атына мінбейді, яғни соғыссыз, күшсіз еш нәрсе шешілмейтіндігі. Бұғаудан босамайды, ер құлдықтан босамайтындығы, әйел күндіктен шықпайды, малына да, басына да ие болмайды. Күш міндетті түрде керек. Одан кейін мына бір сөз өте әдемі сөз. Айтқанымдай, қазақта жалпы не бар? Қазақта өлеңдер бар, қазақта мақал-мәтелдер бар. Одан кейін жалпы қазақта қаншама бір танымал тұлғалар болған, жазушылар, ақындар, ғалымдар. Солардың да мысалы жақсы сөздері болады. Біздің ғасырымыздағы мысалы бір ғалымдар болуы мүмкін, жазушылар, ақындар, олардың да күшті бір керемет болған, хикма болған бір сөздері бар. Жалпы осы да білім екендігі. Адам осылардың бәрін білуге қызықса, жалпы бұл да жақсы нәрсе екендігі. Бұл бір жалпы жақсы білім. Мысалы, Мұзафар Әлімбаев деген айтыпты: білім қымбат қазына, қанағат тұтпа азына. Білім қымбат қазына, қанағат тұтпа азына. Яғни азына разы болма деп жатыр, білімнің азына разы болма деп жатыр. Білім қымбат қазына, қанағат тұтпа азына. Өте әдемі айтылған. Абай Құнанбаевтың мына бір сөзі бар: ішсем, жесем, ұйықтасам тән құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен жан құмары. Жалпы бізде тән бар және жан бар. Тән деген бұл дене, жан енді түсінікті. Адамдар енді әртүрлі болады. Біреулер тек тән құмары болып өмір сүреді, тән үшін өмір сүреді. Біреулер болса көбінесе бір рухани бір өмірге қызығады, жанның өмірі, жан бір рахаттанатын өмір. Айтқандай жаңа алаш адамдары мысалы, олардың жанына сіңіп кеткен ғой жаңағы бір, яғни өздерінің таңдаған жолдары, идеологиялары. Еш күмән жоқ, енді олар түрмеде отырып солай бір тәндері, енді денелері бір азап көрген болса да, бірақ та олардың жандары рахаттанғандығы. Ал біреулер болса керісінше болады. Яғни тек тән үшін өмір сүреді, бірақ та енді бұл адамдар көбінесе яғни бақытсыз болатындығы, себебі жаны, рухы азықсыз қалып кетіп жатқан болады. Және айтқандай, осы мына жанға, рухқа, жанның, рухтың өміріне қатты көңіл бөлетін адамдар, оларға бұл дүниедегі барлық нығметті берсек те, олар яғни бақытты болмас еді. Себебі олар асылында тән үшін өмір сүріп жатқан жоқ. Оларға жаңағыдай өмір керек. Хақты баяндау, сол жолда сынақ көру, олар сол өмірмен рахаттанатын адамдар. Айтқанда осы Ахмет Байтұрсыновты біреу осы жолынан тосып қойған болғанда, одан кейін бірақ та дүниеден оған көп нығмет берілсе де, мысалы тыныш өмір, ақша сияқты, ол бақытсыз болар еді, мен еш күмәнім жоқ. Егер де оны жаңа сол қазаққа қызмет қылудан тосып қойған болғанда. Тәні нығметте болғанмен, бірақ та оның жаны азапта болар еді. Одан кейін Бауыржан Момышұлы атамыздың мынандай бір жақсы сөзі бар. Бұл күшті фәйда енді. Жалпы
қазақтар қартайған адамды төртке бөледі екен. Олардың бәрі енді бір дәрежеде емес. Жалпы енді қартаю Аллахтың қалауымен болатын нәрсе. Ешкім одан құтыла алмайды, қартаюдан, одан кейін өлуден. Бірақ та адам қалай қартаятындығы, кім болып қартаятындығы, бұл енді адамның өзіне қайтады. Адам өзі таңдайды, кім болып қартаятынын, қандай адам болып қартаятынын. Соған қатысты Бауыржан Момышұлы айтады. Енді сөзбе сөз оқымай ақ қояйын. Немесе оқиын, мына жерде просто енді бір жақсы айтады. Отбасы, ошақ қасынан ұзап шықпайтын, түтін аңдып, үй аралап, өсек айтатын кісіні шал деген. Яғни Бауыржан Момышұлы. Яғни ең бірінші бұл шал деген атауы. Шал деген бұл енді жақсы емес екен. Шал деген бұл кім? Яғни сол үйінің қасында отырады, басқа шалдармен өсек айтып, ешкімге ондай бір пайдасы жоқ, ешкіммен шаруасы жоқ. Сондай бір адам. Мүмкін тіпті біреулерге бір зиян тиетін бір шал шығар. Бұндай адамды шал дейміз. Екінші бір қартайған адам бұл енді қария. Қария деген аз дегенде өзінің бір жанұясына бір пайдалы болған адам. Жаңағыдай бір жаман сипаттары жоқ, енді бір отырып алып карта ойнау деген сияқты, темекі шегу, шалдармен адамдарды жамандау, өсектеу жоқ, ондай емес. Жақсы енді. Жанұясына көмектеседі, мүмкін немерелерін тәрбиелейді. Бұндай адамды біз қария дейміз. Одан кейінгі адам бұл ақсақал деген дәреже. Яғни адам енді қартаяды, бірақ та қарттардың бәрі ақсақал бола бермейтіндігі. Ақсақал деген бұл андай бір құрметпен айтылатын сөз ғой. Ауылымыздың ақсақалы десе мысалы. Ауылдың ақсақалдары болады, ауылдың просто шалдары да болады. Ақсақал деген енді жаңа тек өз жанұясымен шектелмей, ол дейтін жаңа бір ауылдың проблемасын шешетін адам. Сол ауылда енді дәрежесі бар, сөзі алынады мысалы. Сондай бір адам ақсақал деген. Одан кейін бүкіл елдің сөзін сөйлеп, дау-дамайын шешетін, ұрпақ бойына ұлттық рух, ізгі қасиеттерді сіңіретін адамды Бауыржан Момышұлы атамыз абыз деп атаған екен. Абыз. Абыз деген бұл енді ақсақалдан жоғары дәрежесі. Абыз бүкіл елдің сөзін сөйлейтін, ұрпаққа ұлттық рух, ізгі қасиеттерді сіңіріп отыратын адам екен. Бұндай адамды абыз дейміз.